бірге плохий деп айтады. Бұлар мысықтан келеді негізі. Бұларды ұстау қиын. Тез жүгіреді. Бұнда өздігінен өле салмайды. Өлтіреміз. Бұлғанда дезинфекция жасау керек. Бұл негізі мысықтан пайда болады. Қашып кетті. Бөгені негізі агроммен дәрілеп кетіруге болады. Оны қалай дәрілейтініміз қазір көрсетеміз. Ол негізі мысықтан келеді бірге. Аллерген болып тамағым ауырып тұр енді. Негізі даусым түсініксіз болса. Үйге дезинфекция жасап, одан кейін үйден 3-4 сағатқа кетесіз. Содан кейін үйге келіп 1 сағат тазалап кіргізіп, үйді полностью уборка жасай бересіз. Осындай жерлер дәріленеді. Қандала сияқты қатты қауіпті емес. Ол қандалаға қарағанда әлсіз жәндік бірге. Бірақ үйде мысық болса, үйге дезинфекция жасағаннан кейін мысық бүргесі бар, мысық келсе, ол қайтадан келеді. Сол үшін мысықтың үстін тазалау керек. Ветеринарный аптекаға барып, мысықтың ветеринарный аптекаға барып, укол салдырсаңыз, сол бір уколдан ақ кетеді екен. Немесе ат-лохи деген дәрілер бар, сондайларды нету керек. Сондайлармен шомылдыру керек. Арнайы ветеринарный аптекаға барып, сол мысықтағы блохиға кетіретін дәріні сұрап, сонымен нету керек, денелеріне жағып қойып, біраз жүргеннен кейін барып жуындыру керек мысықты. Әйтпесе денесі қызып өліп кетеді, немесе уланып қалады мысық. Осылай общий шаша бересіз. Әр нәрсені алып асты үстіне емес, әйтеуір кішкене тисе дәрі болды. Одан кейін маса да қалмайды, өле де қалмайды. Бәрі қырылып өліп тыныштап қаласыз. Бұл жерде адамдар біраз уақытқа дейін үйлерінде болмаған, үйде мысық болған, мысықты далаға шығарып кеткен. Бірақ сонда да үйде бір аптадан кейін келсе, осылай үйде бірге толыға дейді. Денеге ашық жерге жабысып шаға бастайды екен. Араларына кіріп жүрмейді, сыртта жүреді. Қандала сияқты бір жерде жатып көбеймейді, бұлар ұшып, жүгіріп жүреді, секіріп жүреді. Бірге деген әсіресе ауылды жерде, жер үйлерде көп болады. Бірақ этаж үйлерде де болады, подъездерде болады. Өйткені мысық ұстайтын адамдар болады, үйінде ұстамайды, бірақ неге коридорға шығарып жібереді. Сол жағдайда онда подъезде пайда болады. Подъезде көбейеді. Бұлар тез көбейетін жәндіктер. Бүргелерде тез көбейеді. Осылай кілемдерге жеңіл желіп шашып шықсақ, осылай бір өткізсеңіз болды. Анау қандала сияқты ананың бұрышында тығылып қалған шығар деген жоқ. Ашық көлеттейді бұлар. Ашық жерде көлеттейді. Мынандайлардың арасында тығылып қалуы мүмкін, енді қай жер жабысып тұр. Сондай жерлерге тығылады. Анандай порошоктармен дәрілемейміз. Жидкиймен дәрілейміз, жидкиймен. Жидкий жақсы өлтіреді. Суға араластырып, мына сіздер базарда сатып алып жатқан дәрілер бар, көп палач, агран. Олар өте опасный олар. Сонда да көбісі сонымен дәрілейді.
қанша болмайды деп айтсаң да солар жақсы өлтіреді. Агран, палач деген дәрілер, олар суға араластырасыздар, нормасын біліп аласыздар, немен дәрілеу керек, қалай дәрілеу керек, блокиға қанша үйіңіз, қанша бөлме, қанша квадрат метрді біліп барасыздар. Сатып алатын кезде, дәрі сатып алатын кезде. Негізі бірге неге дезинфекция шақырған дұрыс. Енді дезинфекция бармайтын ауылды жерлерде болса, әрине, да өзіңіз дәрілеуге тура келеді. Мына жерлерге шашып қоямыз. Осылай кілемді төңкермейміз, алдын ашпаймыз, астын төңкермейміз. Жеңіл желпі. Мынандай қуыстар да көбейеді. Бір жаға қоймыз, ол жаққа қашып кетеді. Мыналарды да дәрілейміз. Мысықтар көбінесе осы ваннада қалап қойымыз ғой. Сол үшін ванналарды астыларына қашып қалады. Олар да влажный жерді жақсы көреді, су ішкенді. Құлыныстың ішіне құю деген жоқ. Жай қолдарға сөйлесе береміз. Бізде оларға сөйлеп қойымыз кішігірім. Солай барлық жерге дәрлеп шығамыз. Сосын 3-4 сағатқа үйден тез шығып кетеміз. 3-4 сағаттан кейін келіп, 1 сағат таза ауа кіргізіп, үйге кіре береміз. Генеральный уборка жасауға болады. Жасамасаңыз да болады, жай жеңіл жерді дәріленді. Басқа жәндіктерде өліп қалу үшін генеральный уборка жасамай тұрған дұрыс жоқ деймін. Заттар болса үйіліп тұрамыз сыртынан. Чөт-чөт. Жер дәрілеп жатқан олар стенаға шығады, сол үшін стенаға да шаш кете саламыз осылай. Бүкіл бөлмені дәрлеп шығамыз. Кілемдер, дивандардың астыларын, арттарын, дивандардың үстлерін осылай дәрлеп қоямыз. Әсіресе мына кілемді жақсы көреді олар. Кілемді дәрлеп қоямыз. Мынау нағыз ұйықтайтын жер. Ішінде көбейсе керек қаттырақ. Дивандарды жылжытып арттарына қоямыз. Көп кісілер бүргеге мән бермей, сонымен өмір сүре береді. Әсіресе ауылдық жерлерде, ауылға барсаң бүрге шағып атады, еш нәрсе істемейді. Ой, бүрге пайда болыпты ғой дейді, көрпелерін шығарып жаяды, қайтадан кіргізеді, одан пайда болмайды. Одан кетпейді олар. Диванның қуыстарын ұмытпаймыз. Мысықтар осындай жерлерде отырады. Мысықты ұстаған соң мысыққа негізі қарау керек, оған витаминдер беру керек, дәрілер беру керек. Жаңағы ветеринарный аптекаға апарып тұру керек. Сонда оның да үсті бірге баспайды. Диванның арттарына қоямыз. Бізде нелер өмір сүре, өздері жүре береді ғой, мысықтар. Тамақ береміз, және оған қызық үшін қараймыз, жай сүйкімдісін ай деп болды. Ол не переживать етіп жүр, үстілері бірге батып ма, үсті ол жайында ойланбаймыз. Сосын ол бірге үйге келеді екен-ау деп
кейбір кезде мысық болмаған кезде де келеді, өйткені біреу арқылы келуі мүмкін. Біреудің үйінен әкеліп алуы мүмкін. Астарына қоямыз. Оны ұстай алмайсың, көру қиын. Қанша көбейіп кетсе де таба алмаймыз. Аяқты ашса немесе денені ашық жері болса, сол жерге жинаған алады, кеп шағын бастайды. Денелерін арттырған жақтарды мысықтардың тығылып жүретін жерлерді арамыз. Мысықтардың астыларын. Шкафтардың арттарын, араларын түрлеп жатырмыз. Ашық жерлерге және жоғары жақтарға тағы да шашып қоямыз. Шылымдарды бәрі қырылып қалады. Берісте де солай тәріптейміз. Осы жерлерге. Үйде үйінде де және даласында да жүр. Үйде адам көп уақытта болмаған болса да барлық жерде бар. Мысықтар тығылады, сол үшін мысықтар тығылатын жерлерді көбірек әрлейміз. Осы жақта еш бөлмеде өте көп деді. Толып жатыр екен деп айтты, осы жақта. Ұшып ешқайсысы қарсылайын деп отқан жоқ бізді. Жалпы осылай дәрілейміз. Ал каналымызға тіркеліп, лайк басып, подписка жасап кетіңіздер. Пайдалы болса, біргемен өмір сүре бермеңіздер. Оны дәрілеп кетіру түкте қиын емес. Просто мұқият барлық жерді дәрілеу керек. Сонда бір жасағаннан-ақ кетеді. Бар болғаны 3-4 сағатқа есікті жауып кетесіз. Болды. 3-4 сағаттан кейін келіп, 1 сағат тазалап кіргізіп үйге. Одан кейін үйді кір жуатын сабынмен жуасыз. Генеральный уборка жасау міндетті емес. Только пайдаланатын жерлерді ғана жусаңыз болады. Көрініп тұратын жерлерді, шкафтарын, арттарын жумай қоясыз. Бұл сатылып жатқан бәрі 3-ші класты дәрілер. Қатты зиян емес. Ең опасный 1-ші класты дәрі. Сосын қандай дәрі алсаңыздар да сертификатын сұраңыз. Дәрінің сертификаты болу керек.
сертификатсыз дәрілерді алуға болмайды. Ол деп те сатып жатыр бір қыз. Қандай не ол сертификаты бар ма десем, не атын білмейді. Әйтеуір сатып жатыр. Таракандар өліп жатыр дейді. Ол тараканды өлтірген адамды да өлтіріп қоюы мүмкін, Алла сақтасын. Сол үшін жәндіктерді дәрілеген кезде абай болыңыздар, дезинфекция маманына сұраңыздар. Осындай дәрі біле ма, оның сертификаты бар ма, немесе айтқан дәріні Google-ға салып көріңіз, сертификаты бар ма екен, жоқ па екен. Сол жақсы, сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, бізде каналда қандаланы қалай дәрілейміз, тараканды қалай дәрілейміз, барлық видеолар бар. Ақпараттың бәрі толық және қауіпсіз дәрілер, жаңағы қандалаға блокада, антикол